Сәлеметсіздер ме достар? Сырымның Малайсарымен ақылдасуы. Оқыған Ләззат Әлдибай. Кіші жүздегі 12 ата байұлының Байбақты деген руына басшы болған Бұлан деген кісі қартайған кезінде бір жиында жұртқа: мен қартайып жасым жетті, мына алдымдағы піскен қойдың басын біреуін келіп ұстап, Байбақтыға бас болып елді бастаңдар депті. Сонда жұрт қаңтарылып кідірген соң аяқ жақтан Сырым шығып: бәлі аға, биде басқарушы да бастаушы да болам деп Бұланның алдына келіп отырыпты. Сырым сонда 20 жастағы уыздай жігіт екен. Оған қарт батасын беріп, содан бастап Сырым Байбақтыға би болыпты. Сырым содан кейін елдің қарияларынан ақыл алу үшін атқа мініпті. Қараман, Тана, Малайсары биден ақыл бата алуға жолға шығыпты. Малайсарының аулы төменгі Топайды қаласының аузында екен. Малайсарының шаруасы шағын болса керек. Ауылына келгенде қарт азғантай қойының алдында тұр екен. Сырым сәлем беріп: аға, кім болдыңыз деп сұрапты. Малайсары: шырағым, кім болайық, осы жердегі аз үй танамыздағы депті. Сонда Сырым: тананың қайсысың? 7 үй жиенбетпісің? 5 үй 5 сарымысың? Тышқан құлақ асанбысың? Төлеуден қалған құнанбысың дегенде Малайсары: шырағым, тананың пәленім деп не қылайын? Танысаң танырсың, мен де сен танып тұрмын. Даттың аузына шайтан түкірген бір баласы желігіп атқа мінді деп естіп едім. Сен сірә сол бала боларсың депті. Сонда Сырым: бәлі аға, сол бала боламын. Ауылдан шыққанда сізді сөзден ұтсам, тананың алжыған бір шалы ғой деп күлкі қылайын. Ұтылсам ат мінгізіп шапан жауып батаңызды алайын деп аттанып ем. Ұтылдым. Батаңызды беріңіз. Атыңыз мына, астымдағы ат, шапаным мынау деп үстіндегі шапанын шешіп беріпті. Малайсары екеуін де алмай былай депті: шырағым, 3 сөз бар. Соны ұмытпай жүрсең, халқың соңыңнан қалмас. Ұмытсаң, артыңа ермес. Ол 3 сөз: ұят, борыш, обал. Одан кейінгі бір ақылым: жақыныңды жаралама, алысты қаралама. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау саламат болыңыздар. Лүпіл басып қолдап отырыңыздар.